Қайырлы күн достар, бүгін менің ең сүйікті салаттарымның бірі подшуба салатын дайындаймыз. Бұл салаттың бір ерекшелігі қонақ дастарханға өте керемет үйлеседі әрі өте дәмді. Менің каналыма тіркеліп лайк басып өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Салатымызды жасау үшін бізге осындай селедка балығы керек. Оның жақсылап жуып, басын және құйрығын кесіп тастаймыз. Ортасындағы керек емес заттарын алып тастаймыз да қылтығын жақсылап тазалаймыз. Оны майда етіп, пышақпен көбеке қылып турап шығамыз. Мінекей осындай. Көріп тұрғандарыңыздай бізге осындай картоп, жұмыртқа және де сәбіз, тұздалған қияр керек, соленый огурцы керек. И ортасынан жағуға осындай бізге майонез керек. Мен осындай пиязды да пайдаланам. Пияз міндетті емес, қоспай қойсаңыздар болады. Ең алдымен картошкамызды теркадан өткізіп аламыз. Немесе сіздерде терка болмаса, осыны білігі тысқа езіп аласыздар, пюре секілді. Тұз саламыз, оны жақсылап кольцомызға кегізіп шығамыз. Мінекей осындай видеода көп тұрғандарыңызды жасайсыздар. Үстіне майонезді жағып шығамыз. Үстіне сәбізді саламыз. Мен аз салдым, өйткені өз басым сәбізді өте қатты ұнатпаймын. Сіздер де сәбізді жақсы көрмесеңіздер, солай істесеңіздер болады. Мен үстіне селедка балығын салдым. Енді үстіне пиязымызды қойып шығамыз. Пияз міндетті емес, соленый огурцы да міндетті емес. Енді свекланы алып, жақсылап оны теркадан өткізіп, жан-жағын, үстін жақсылап жабыстырып шығасыздар. Сонымен біздің салатымыз дайын. Мен әсемдікке жұмыртқаның сары уызы мен укропты әсемдедім. Біздің тортымыз дайын, яғни салат тортымыз өте керемет болып шықты. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Дәмін енді айта алмаймын, өте керемет. Менің ең сүйікті салаттарымның бірі. Отбасым өте қатты жақсы көреді. Сіздер де міндетті түрде жасап, лайк басып, осы арнаға лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздер де жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар, көп мақтау естисіздер. Өте керемет ас болсын.